Әйгілі ғұлама жазушы Мұхтар Әуезов. Ел болам бесің бесіңді. Қазақ елінің болашағы қазақ әйелінің құрсағында деп тәрбие тамырын тереңдігін ерекше кесіп айтқан болатын. Шынында да тәрбиенің бастауы да, тірліктің де, бірліктің де бастауы анадан басталады. Киелі бесік ананың қолында. Отбасында ананың рөлі тіпті ерекше. Ана тек қана сәбиді өмірге әкелуші емес, оны ең бірінші бағыт беруші, тәрбиелеуші де ана. Өйткені ана адамзаттың тәрбиесі, ұрпақтың демеушісі, ұлттың жебеушісі болып саналады. Ата-ана отбасының алтын діңгегі, темір қазық. Өмірге келген жас бала қашанда ата-ананың ықпалында болады. Жаста берген тәрбие жасыменде егендей, есейгенде берген тәрбие есекке ноқта ілгендей дейді міне. Сондықтан баланы жастан, Жүсіп баласағанның бала нені көрсе жастан ұядан, өлгенше соны таныр қиядан. Ата-анадан өсіп ұрпақ тараған, жаман жақсы болса бала, солардан деген сөзінде тәрбиенің кезіндегі ата-ананың жауапкершілігінің ерекше күшті екенін айрықша айтқан міне. Мектеп, қоғам, ата-ана үшеуі үнемі тығыз байланысты жұмыс істеу керек. Отбасындағы тату-тәтті ынтымақ, бірлік, осының бәрі бала бойына сіңсе, болашақта біздің еліміздің іргесі қашанда мықты болмақ. Тәуелсіздігіміздің негізгі тірегі тіл болып табылады. Тіл біздің ұлттық ерекшелігіміз. Тілі бар жерде ғана ұлт болады. Сондықтан әрбір отбасында тіл мәселесіне ерекше көңіл болу керек. Ұлдарымыз рухты болсын, намысты болсын, өршіл болсын. Қыздарымыз инабатты, парасатты, ізетті, ақылды, мейірімді болсын деп тілер едім.